Әбілқайыр Бақтыбайұлы, қайырлы күн. Бүгін мінекей кезекті кездесуіңіз Шарбақты ауданының жұртшылығымен өтті. Жалпы бұл ауданның осы әлеуметтік, экономикалық тұрғыда даму деңгейіне өзіңіз қандай баға бересіз? Әрине, Шарбақты ауданы қарқынды дамып келе жатыр. Міне соңғы 3 жылда мал басының саны 40%-ға ұлғайып келе жатыр. Міне күнбағыс бойынша, қарақұмық және тары бойынша бірінші қатарда келе жатыр аудан. Сонымен қатар міне 50 мың гектарға егістік алқабы ұлғайып келе жатыр. Әрине, ол барлығы осы ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына оң әсерін тигізгені ол сөзсіз. Сондықтан сонымен қатар тағы да бірқатар ірі жобалар, инвестициялар жобалар бұл жерде іске асырылуға дайын. Сондықтан аудан әкімдігіне жеке тапсырма бар. Осы жаңа тұрақты жұмыс орындарын ашу үшін, сонымен қатар осы ауылдардың, әсіресе аудан орталығының инфрақұрылымын жөндеу туралы бірқатар тапсырма бердік. Абылкайыр Бактыбаевич, добрый день. Мы знаем, что во время вот этой рабочей поездки вы посетили село Шалдай. Это большое опорное село, но там есть проблемы с очистными сооружениями. В частности, вот большое медико-социальное учреждение испытывает такие проблемы. Как будет решаться эта проблема? Ну, действительно, это такая застарелая проблема, но по ней нужно ряд законодательных урегулирований сделать, поскольку вот для того, чтобы проектировать систему канализации, необходимо, она будет проходить через земли особо охраняемых территорий. Поэтому необходимо переговорить с Министерством экологии, перевести эти земли, через которые будет проходить тот или иной проект по канализации, в земли населенных пунктов, отвести ее от особо охраняемых земель и после этого спроектировать. Вчера я посещал Шалдайский сельский округ, встречался с местными жителями, и этот вопрос также поднимали. Я думаю, что само проектное решение, каким должно быть, уже современное, как и в Баянауле, они ездили, обменивались опытом. Я думаю, что вопрос проектного решения, он уже есть. Здесь нужно вопрос урегулировать землей, и в дальнейшем мы готовы этот проект профинансировать. Осы ауданда Орловка ауылдық округінде ауданға емес, біздің өңірімізге танымал Победа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бар. Осы ауылдық округтың дамуына орасан өзінің үлесін қосып отыр. Үлгілі ауылдардың бірі десек болады. Осы аудандағы басқа да осы елді мекендердің даму әлеуеті бар ма? Қандай ол? Шында да осы ауыл шаруашылығының саласында істеп атқан кәсіпкер, соның ішінде мал шаруашылығы қарқынды дамып келе жатыр, өсімдік шаруашылығы қарқынды дамып келе жатыр. Ауылында 1000-нан астам ауыл тұрғындары бар, 450 адамы тұрақты жұмыспен, орынмен қамтылған. Әрине, жұмыссыздық деңгейі ән жерде мүлдем жоқ деп айтуға болады. Сондықтан инфрақұрылым мәселесі толығымен әлеуметтік нысандар шешілген. Әрине, осы үлгі ретінде оған тырысу керек басқа ауылдарға, ауыл әкімдеріне, аудан басшылығына. Сонымен қатар кеше мысалы Галкина ауылдық округіне бардық. Көп жылдар бойы жол төселінді, мәдениет үйі толығымен күрделі жөндеуден өтті. Мектеп, үлкен дене шынықтыру кешені құрылысы басталды. Мысалы, келесі жыл жоспарымызда ауыл ел бесігі бағдарламасы шеңберінде Хмельницкий мен Жаңауыл ауылында жоспарлап отырмыз осы күрделі жөндеудерден. Сонымен қатар ірі жұмыс берушілер болу керек. Мысалы, қайта өңдеу болса, сондай жобалар іске асырса, әрине тұрақты жыл бойы жұмыс беретін орындар ашылса, мемлекет тарапынан қаражат бөлінеді, инфрақұрылым жөнделеді, барлық әлеуметтік нысандар бар, ауылдың тұрмысы жақсарады. Сонымен қатар жұмыс орындары ашылса, әрине онда жастар немесе орта буындар ана жерден бас тартпайды, сол жерден қалуға дайын болады. Соған біз тырысуымыз керек, жоспарымыз осындай. Бүгін бір инвестор өз жобасымен таныстырды. Осы күнбағыс майын өндіру жобасы 20 миллиард жуық инвестиция салам деп отыр. 165 мың тонна осы күнбағыс майын шығарам деп отыр. Жоспар бойынша ол ірі жоба. 228 жаңа жұмыс орын, тұрақты жұмыс орын ашайын деп отыр. Осындай ірі жобалар іске асыру керек. Әрине, әкімдердің ең басты міндеті осы. Абылкайыр Бактыбаевич, сегодня вот во время встречи задавались вопросы о жилье, задавали очередники, те, кто стоит в очереди на жилье.
До 2020 года как-то в районе это строительная политика как-то, ну, вялотекущий процесс это был. С вашим приходом как-то мы видим, что именно обращено внимание на очередников. Начало строиться жилье, социальное жилье. Вот как эта работа будет продолжаться? Ну, вы знаете, это такая одна из самых острейших проблем вообще региона и в стране – это предоставление жилья. Вы знаете, что по закону и соответствующие правила распределения жилья, и вот бюджетное жилье, которое распределяется, которое мы строим, конечно, объемы его, мы стараемся эту динамику увеличивать по мере возможности, но не всегда это везде получается. Вот здесь я говорил, что в прошлом году более 5000 квадратных метров жилья сдано, и 27 квартир предоставлено нуждающимся в прошлом году, в этом году по плану 23. На следующий год есть определенные планы 10 двухквартирных домов сдать. И вот сейчас бывшее здание санэпидстанции, оно отреставрировано, инвестор сам за свои деньги его восстановил, там сделал перепланировку 18 квартир, котельную присоединил, система централизованной теплоподачи, детская площадка. Вот такие решения, нужно различные варианты прорабатывать, различные проекты для того, чтобы эту проблему частично, постепенно, планомерно решать. Но тем не менее, в очереди за жильем в Щербактинском районе стоят порядка более 200 человек. Но задача такая, что в течение 5-7 лет, не буду обещать, что это можно решить за короткое время, потому что это достаточно сложная задача. Поэтому мы планомерно будем заниматься, мы должны объемы вводимого жилья увеличивать, для этого мы должны увеличить финансирование, но здесь есть вопросы по водоснабжению, по дорогам, по ремонту школ. Естественно, мы эти 4-5 приоритетов распределяем бюджетные средства между ними. И когда начинаем реализовывать эти проекты, конечно, дефицит финансирования не позволяет нам это решить. Ну, есть проблемы еще с подрядчиками, с качеством строительства. Это вторая сторона проблемы, даже при наличии финансирования. Но это задача каждого акима, района, города, жестко контролировать вот именно качество возводимого жилья, потому что уже когда построено жилье, пользуются ими наши жители, которые в этом остро нуждаются. Биыл аудандағы осы жаңа ауыл тұрғындарының көп жылдар бойы сұрап жатқан проблемалы мәселелерінің бірі шешімін тапқан екен, ол жаңағы жолдың мәселесі. Жалпы Шарбақты аудандағы жолдардың сапасы қандай енді болашақта атқарылатын ауқымды жұмыстары бар, осыған тоқталып өтсеңіз. Жалпы айтсақ, Шарбақты ауданының осы жол сапасы мәселесі орташа деңгейде. Бірақ соңғы жылдары, соңғы жылда 80%-дан 92%-ға осы жақсы жолдардың сапасын деңгейіне жеткіздік. Бірақ әлде қанша ауқымды жұмыстар бізді күтіп тұр. Міне осы жылы 60 шақырым жол жөнделеді. Соның ішінде 20 шақырым республика маңызы бар жолдар. Екі тағы да санаттағы жататын жолдар жөнделеді. Ең төмен, ең нашар жолдар ол көшелер. Ауылдың ішіндегі, аудан орталығындағы ішіндегі көшелер. Сондықтан сіз жаңа айтқандай осындай ірі жобалар Галкина, Жаңажол, Алексеевка 20 шақырымы. Кеше мен сол жерге бардым, сол жобаны қарап шықтым. Соңғы 2 аптаның ішінде мердігердің кепілдігі бойынша аяқтаймыз дейді осы жобаны. Ары қарай келесі жылдары оның жалғасы болады. Дегенмен осы енді кіреберіс жолдарға жеке назар аударатын боламыз. Биыл аудан орталығында 12 шақырым жол жөнделді. Біз міндеттерде кезең-кезеңмен осы мәселеге жеке назар аударатын боламыз. Сондықтан 2025 жылға дейін сол 98%-ға дейін жеткіземіз деп сондай негізі жоспарымыз бар. Соған қаражат жағынан да жұмысты біз белсенді ұйымдастырып жатырмыз. Аудан деңгейінде жобалар толығымен дайын болу керек. Сондықтан жан-жақтан қаражат мәселесі шешілгеннен кейін әрине сапалы мердігер келу керек. Сапасы жоғары жол салу керек. Оны жеке қадағалауға бар жүйе толығымен дайын. Енді бұл мәселелердің барлығы оңынан шешіледі дегенге сенім мол. Сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Көптен көп рахмет.